Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Тыңдаңыздар. Оба, жерлеу, сонау, ілім, елді мекен, қарбалас, өмір сүру салты, мүлде, қолжетімді, ахуал, ауыз су, тыныс, кері әсерін, тыныс алу, қалдық, нысан. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Курган-могильник, хоронить, далекий, учение, населенный пункт, суматоха, образ жизни, совершенно, доступный, положение, ситуация, питьевая вода, дыхание, негативное влияние, дышать, отход, объект. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Болашақ мамандықты таңдау. Оқушылар мектепті бітіретін кезеңе таман болашақта не істеуі жайлы ойланып жүр. Олардың таңдауында көмектесу үшін мектеп ақпаратпен танысатын дәрістерді ұйымдастырады. Бүгінгі дәрісте үш мамандық танысуға ұсынылады. Тарих зерттеуші, эколог және құрылыс инженері. Алғашқы жоғары оқу өкілі өзінің мамандығын таныстыратын жасы үлкен тарих ғылымының профессоры болды. Еліміздің тарихы бай екенін білесіңдер, бірақ онда құпиялар осы күнге дейін де көп. Тарихымызды зерттеуге қызығушылығың болса, біздің университетімізге түсуге тырысыңдар. Тәжірибем туралы айтқым келеді. Бірнеше жыл бұрын археологтар өлкемізде бір өткен санау ғасырларда салған обаны тапты. Обада жерленген адамның қалдықтары табылды. Қалдықтардан ентан қалдырған. Оның алтыннан жасалған сыртқы киімі болған. Одан қоса, зерттеушілер тасқа жазылған мәтін сияқты жазуға тап болған. Жазудың мағынасын талдауға бірнеше жылдарым арнадым. Сонында түсіндім. Бұл сонау ата-бабаларымыздан ұрпақтарға арналған қасиетті ілімі болған екен. Енді балалар, өмірлерінің қызықты болуын қаласаңдар, тарих зерттеуші мамандығын таңдаңдар. Келесі сөйлеуші, эколог мамандығын ұсынатын табиғатты қорғау мекемесінің директоры болады. Қарсы алыңдар. Сәлеметсіңдер балалар. Адам қоғамның соңғы 100 жылында технология жағынан үлкен прогресс шықты. Бірақ әлеумет жоғары бағаны төлеуге керек. Бұл баға ластаған қоршаған ортасынан шығады. Бірнеше мәселе бірден есіме түсіп жатыр. Олардың қатарынан қаладағы шу мен жолдағы қарбалас, кептелістер, лас ауа айтуға болады. Таза ауыз суды да адамдарға қолжетімді ету жылдан жылға қиынырақ болып жүр.
Қалада қоршаған ортамызды ластаған нысандарда көп. Экология мәселелерінің денсаулыққа зиян кері әсерін көтеруде. Олардан бірі тыныс алу науқастықтары. Қазіргі әулетімізде осындай қауіпті ахуал бар. Оны өзгерту үшін елімізде білікті мамандар мүлдем жеткіліксіз. Бұл мәселені шешпесек, өмір сүру салтымыз мүлде жаманға өзгереді. Көштеріңді өздеріңде сезсеңдер, экологтар қатарымызға қосылыңдар. Еліміздің әртүрлі елді мекендеріне жұмысқа орналастырамыз. Жарайды онда. Біздің құрылыс инженері мамандығының өкілі бұған келе алмады. Келесі жолы онымен сұхбатты ұйымдастырамыз. Күтіп тұрыңдар. Выбор будущей профессии. Когда приближается время окончания школы, ученики думают о том, чем будут заниматься в будущем. Чтобы помочь им с выбором, школа организует информационные лекции. На сегодняшней лекции предлагается познакомиться с 3 профессиями: историк-исследователь, эколог и инженер-строитель. Первым выступил пожилой профессор исторических наук, представляющий свою профессию. Вы знаете, что история нашей страны богата, но в ней по сей день много тайн. Если у вас есть интерес к изучению нашей истории, попробуйте поступить в наш университет. Хочу рассказать о своем опыте. Несколько лет назад археологи нашли в нашем краю курган, построенный в давно прошедшие века. В кургане были найдены останки погребенного человека. Среди останков больше всего удивила его верхняя одежда, сделанная из золота. Кроме того, исследователи наткнулись на высеченный на камне текст. Я посвятил несколько лет анализу смысла надписи. В конце концов, я понял, это было священное учение, предназначенное нашими далекими предками для потомков. Но теперь, ребята, если хотите, чтобы ваша жизнь была интересной, выбирайте профессию историка-исследователя. Следующий выступающий – директор учреждения охраны природы, который представит профессию эколога. Встречайте. Здравствуйте, ребята. Человеческое общество за последние 100 лет достигло большого прогресса в технологическом плане. Но общество должно заплатить и высокую цену. Эта цена возникает в результате загрязнения окружающей среды. Несколько проблем сразу всплывают в памяти. Среди них можно назвать городской шум, дорожную суету, пробки, грязный воздух. Делать чистую питьевую воду доступной для людей с каждым годом становится все труднее. В городе также много объектов, загрязняющих нашу окружающую среду. Экологические проблемы наносят вред здоровью и оказывают отрицательное воздействие. Одна из них – заболевания дыхательных путей. В нашем современном обществе сложилась опасная ситуация. Чтобы это изменить, квалифицированных специалистов в нашей стране совершенно недостаточно. Если мы не решим эту проблему, наш образ жизни изменится к худшему. Если чувствуете в себе силы, присоединяйтесь к нашим рядам экологов. Мы трудоустроим вас в разные населенные пункты нашей страны. Хорошо. Представитель профессии инженер-строитель не смог прийти сегодня. Интервью с ним организуем в следующий раз. Ждите.